Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 29 жылдығына арналған тәуелсіздік тәңірден келген тәтті атты мерекелік кешімізді бастаймыз. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. 29 жыл ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өткізіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты, көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашанда айтып өтеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынау жүрек жарды қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. Армандарды жақындатып тым алыс, біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егемендік ел бақыты ертеңі, о халайық, құтты болсын қуаныш. Азат өлкем күндей күлген шығыстан, асыл елім жан жүрегі ұғысқан, ата-бабам аңсап өткен бақытым айналайын Қазақстан Гүлістан. Ақшұқыр мектеп-лицейінің көркем өнерпаздарының онлайн концерттік бағдарламасын қабыл алыңыздар. Алғашқы құттықтау сөз мектеп директоры Тілеубай Бақаламқас Қалиқызына ұсынылады. Құрметті әріптестер, ата-аналар және оқушылар, сіздерді желтоқсанның екпінімен келген тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздік толарсақтан саз кешкен ата-бабаларымыздың төгілген қаны мен ұлы мұраттар жолында құрбан болған азаматтардың асқақ армандарының арқасында қол жеткізген асыл мұрамыз. Тәуелсіздікті мақтан тұтып қастерлеуіміз керек. Бұл біздің адамдық борышымыз, азаматтық парызымыз. Ендеше қажырлы еңбектің арқасында еліміз көркейіп нығая берсін. Тәуелсіздіктің тұғыры биік болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мектебімізде 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай төмендегідей сайыстар ұйымдастырылды. Бастауыш сыныптар арасында тұғыры биік тәуелсіздік патриоттық ән байқауы. 1-2 сыныптар арасында тәуелсіздік жетістіктері тақырыбында сурет салу байқауы. 5 сыныптар арасында азаттығым ғажап күнім тәуелсіздік күніне орай өлең оқу сайысы. 6 сыныптар арасында тәуелсіздік еркін елдің ұраны тақырыбында өлеңдер оқу челленджі. 7-8 сыныптар арасында тәуелсіздік таңының жұлдызымыз тақырыбында интеллектуалды танымдық сайыс. 9 сыныптар арасында тәуелсіздік күніне тарту тақырыбында бейнероликтер байқауы. Және де 10 сыныптар арасында шаңырақ әдісімен желтоқсан желі ызғарлы еді тақырыбында ашық сынып сағаты ұйымдастырылды. Шараға желтоқсан оқиғасының куәгерлері Көшмағамбетов Жасер мен Қосбергенов Жақып қатысты. Олар бастан өткізген күндерін еске алып, оқушыларға баяндап берді. Осы онлайн концертіміздің аясында аталмыш шараларға қатысып, белсенділік танытып, жеңімпаз оқушылардың бейнематериалдарын тамашалай аласыздар. Азаттығым ғажап күнім тәуелсіздік күніне орай өлең оқу сайысында 1-ші орын иеленген 5-ші А сынып оқушысы Сметула Інжу, 2-ші орын иеленген 5-ші А сынып оқушысы Тілекберген Нұршат, 3-ші орын иеленген 5-ші Б сынып оқушысы Әбдіресейтова Асылтас, 3-ші орын иеленген Ходжаназар Лиза. Және де қалған қатысушыларымыз алғыс хаттармен марапатталды. Оларды атап айтар болсақ, 5-ші А сынып оқушысы Сабырбай Кәусар, 5-ші А сынып оқушысы Захар Айнагүл, 5-ші А сынып оқушысы Изванова Бақтнұр, 5-ші А сынып оқушысы Берік Ұлдана, 5-ші В сынып оқушысы Әділхан Рамазан, 5-ші Г сынып оқушысы Қазақбай Аслайым, 5-ші Г сынып оқушысы Қалдыбай Сымбат, 5-ші Г сынып оқушысы Жалау Серікқали, 5-ші Г сынып оқушысы Тангулова Әдема, 5-ші Г сынып оқушысы Сәрсенбай Лейла, 5-ші Д сынып оқушысы Бүркітәлі қызы Жан, 5-ші Д сынып оқушысы Әбдіжали Аяулым, 5-ші Е сынып оқушысы Жасланұлы Рамазан. Барлық қатысушыларымызға жеңістеріңіз құтты болсын дейміз. Азаттығым ғажап күнім тәуелсіздік күніне орай өлең оқу сайысында жеңіске жеткен
5-ші Ә сынып оқушысы Сметулла Інжудің өнерін тамашалаңыздар. 5 Сметулла Інжу қалқаман сарин тәуелсіздік. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермін. Кеше ғана келбетіңді арманғы бұданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің, өзегімде өртке оранған қоғамда. Өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадіріңде жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданды. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған саған оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді. Езгі күнге сері қылдым еңсемді, желтоқсанда жалын атып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Мектеп жанынан құрылған Алтайыр әскери патриоттық клубы осы аталмыш мерекемен өздеріңізді құттықтайды. Назарларыңыз экранда болсын. Қазақстан Республикасы қорғау, оның әрбір азаматының қасиетті борышы және міндеті. Тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз! Егеменді елімізде саялы, елге айналды керең жайған таңда. Ата-баба арман етіп аяғы, сол арманны орындалып бәлкім. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды зен, асқар тау күнін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғайы болш оның сыбырлаған. Отан, отан бәрінен биік екен, мен сені мәңгілікке сүйіп өтем. Роботтар қарқынды дамып келе жатқан болашақтың жоғарғы технологияларының бірі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өткен күндер із қалып тарихта, өмір өзен жылжып жатыр ақырын. Тәуелсіздік алып берем деп халыққа, көзін жұмды небір қайсар батыр. Спорт бейбітшілік есі, тәуелсіздік күні құтты болсын. Терең білім тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл ой азаматтығымыздың алдаспаны. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні құтты болсын. Тәуелсіздік күніне орай бастауыш сыныптар арасында тұғыры биік тәуелсіздік патриоттық әндер байқауы. Бас жүлде 4-ші В сынып оқушысы Серік Әбу Насыр, 1-ші орын 1-ші А сынып оқушысы Жәнібек Нұрболсын,
Екінші орын 3-ші Д сынып оқушысы Кейікбай Ақниет. Екінші орын 2-ші Ә сынып оқушысы Жандай Айзере. 3-ші орын 4-ші Ә сынып оқушысы Жетібай Сая. 3-ші орын 4-ші Г сынып оқушысы Есениязова Адилия. 3-ші орын 4-ші Д сынып оқушысы Ырысалы Аслайға бұйырған екен. Және де қалған қатысушыларымыз алғыс хаттармен марапатталды. Оларды атап айтар болсақ, 2-ші В сынып оқушысы Ерболат қызы Сымбат, 4-ші А сынып оқушысы Балғабай Аягүл, 3-ші Ә сынып оқушысы Сабыржан Абылай, 2-ші А сынып оқушысы Зұлфухар Аяулым, 2-ші А сынып оқушысы Төлепберген Айқын, 2-ші Е сынып оқушысы Омар Ибрахим, 3-ші Ж сынып оқушысы Тұрғанбек Өркен, 2-ші Ғ сынып оқушысы Қоянбек Заңғар, 4-ші Г сынып оқушысы Ринат қызы Кәусар, 2-ші Д сынып оқушысы Орынғали қызы Гаухар, 2-ші Б сынып оқушысы Сартай Дана. Барлық алғыс хат иелерін және де жүлделі орындарға ие болған оқушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Тұғыры биік тәуелсіздік тақырыбындағы патриоттық әндер байқауында бас жүлде иегері 4-ші В сынып оқушысы Серік Әбунасырдың өнерін тамашалаңыздар. Қазақстаным отаным, шалқыған шаттық ордасы, тәуелсіздіктің ұраны, шаттаған жырдың арнасы. Елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіт күн әні шырқалсын, бақытты елім, жақты жерім, Түлкіден сені сақтасын, бақытты елім, жақты жерім, түлкіден сені сақтасын. Тәуелсіз елдің ұраны, қырандай көкке самғасын, көк туым менің желбіреп, тұғыры мәңгі таймасын. Елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіт күн әні шырқалсын, бақытты елім, жақты жерім, түлкіден сені сақтасын, бақытты елім, жақты жерім, түлкіден сені сақтасын. Елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіт күн әні шырқалсын, бақытты елім, жақты жерім, түлкіден сені сақтасын, бақытты елім, жақты жерім, түлкіден сені сақтасын. Бірінші, екінші сыныптар арасында туған жерім тақырыбына орай сурет салу байқауы. Бас жүлде 1-ші Ғ сынып оқушысы Жоламан Нұрасыл, 1-ші орын 1-ші Ғ сынып оқушысы Сейдахмет Есет, 2-ші орын 1-ші В сынып оқушысы Илектес Мөлдір, 2-ші орын 1-ші А сынып оқушысы Зұлфухар Айсұлу, 3-ші орын 1-ші Г сынып оқушысы Аташева Айжан, 3-ші орын 1-ші Г сынып оқушысы Жантілеу Ерасыл, 3-ші орын 1-ші Г сынып оқушысы Айдархан Аяна. Және де 2-ші сыныптар арасында бас жүлде 2-ші Ғ сынып оқушысы Бейсенбек қызы Перизатқа бұйырған екен. 1-ші орын 2-ші Е сынып оқушысы Сартаев Алихан, 2-ші орын 2-ші А сынып оқушысы Жақаева Айзере, 2-ші орын 2-ші Г сынып оқушысы Қазақбай Нұрсәуле, 3-ші орын 2-ші А сынып оқушысы
Зұлфықар Аяулым. 3-ші орын 2-ші Ә сынып оқушысы Ерсұлтан Ғаділбек. 3-ші орын 2-ші Б сынып оқушысы Мұңалбай Маржан. 3-ші орын 2-ші Е сынып оқушысы Икласов Диас. Және қалған оқушыларымыз алғыс хаттармен марапатталды. 2-ші А сынып оқушысы Қойшыбай Айсезім. 2-ші А сынып оқушысы Ретчепбай Рухия. 2-ші А сынып оқушысы Сафар Есет. 2-ші Д сынып оқушысы Меди Тоқжан. 2-ші Е сынып оқушысы Икласов Диас марапатталды. Марапат алып жатқан, сайысқа белсенділік танытып қатысып жүлделі орындарға ие болған оқушыларды шын жүректен құттықтаймыз. 6-ші сыныптар арасында тәуелсіздік еркін елдің ұраны тақырыбында өлең оқу челленджі. Бас жүлде 6-ші А сынып оқушыларына бұйырды. Жетекшісі Рабаева Рахия. 1-ші орын 6-ші В сынып оқушылары Тоқтау Арайлым жетекшісі. 2-ші орын 6-ші Г сынып оқушылары жетекшісі Байекеева Ырыскүл. 2-ші орын 6-ші Б сынып оқушылары жетекшісі Тоқсанбаева Оралхан. 3-ші орын 6-ші Г сынып оқушыларына бұйырды. Жетекшісі Қазиева Эльмира. 3-ші орын 6-ші Е сынып оқушылары жетекшісі Балғабаева Ләззат. Марапат алып жатқан оқушыларды, жүлдеге ие болып жатқан жетекшілерді шын жүректен құттықтаймыз. 6-ші сыныптар арасында тәуелсіздік еркін елдің ұраны тақырыбында өлең оқу челленджінде бас жүлдеге ие болған 6-ші А сынып оқушыларының бейне материалына назар аударыңыздар. Назарларыңыз экранда болсын. Ғали Мақатаев туған жер. Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен бұл шетіне жүгірсең, шашайсың ба, құмарым бір қанама. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, недей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өсем, арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Уа дариға алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Жата алмасем топырағыңа тебіренбей, ақым болмай тасым болсам мен егер. Мен өзіңдей байтақ едім, кеңедім, қызығыңды көріп еркін келемін. Сен аямай, бердің маған барыңды, мен де аямай, барым саған беремін. Болдым ғашық, туған дала мен саған. Алыс жүрсем, арманым сен аңсаған. Жақын жүрсем, мен төрінде рахаттың, алтын діңгек өзім туған босаған. 9-ші сыныптар арасында тәуелсіздік күніне тарту тақырыбында бейне роликтер байқауында үздік бейне ролик атанып, бас жүлде иеленген 9-ші Ә сынып оқушылары жетекшісі Дәуітова Жұлдыз. 1-ші орын иеленген 9-ші В сынып оқушылары жетекшісі Нұржанова Гүлден. Барлық жеңіске жетіп жатқан оқушыларды, жетекшілерді шын жүректен құттықтаймыз. Жеңіске жеткен 9-ші Ә сынып оқушыларының бейне материалына назар аударыңыздар. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тату тәтті халқымызға бақ қонып кетпесін, туған жердің берекесі. Құрметті барша қазақстандықтар, сіздерді ұлық мереке тәуелсіздігіміздің 29 жылдығы мен Ақши құрметтеу лицейінің 9 Ә сынып оқушылары шын жүректен құттықтаймыз. Аман сарай тәуелсіздік, еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермін, кеше сенің келбетіңді арманым, бұданна бұғалмандық басқын. Бабалардың бас тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің, уа еркіндік, қош кел. Өзегімді өткөраған қоғамда, өз үйіме өзім өдей болам ба. Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадірде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті, аманат қой маған, саған, оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылды меңсемді, желтоқсанда жалынатып жастығым,
Құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындарын қалдыма. 86 ерлігім бей ең соңғы. Вай еркіндік, құның немен өлшенді. Вай еркіндік, құның немен өлшенді. Сені көксеп, боздақтарым өлшелді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім. Ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңымды сүйіншілеп тұрайын. Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Тәуелсіздік, бабалар аңсауы. Ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 29 жыл. 29 жыл ішінде Қазақстан биік белестерге жетіп, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес ел болды. Қилы заман, қиын күндер артта қап, бейбіт заман, бейбіт күнде тартпазап, жас ұрпақтың санасында жатталат. Сен өткерген сұрап болсын, мәрт қазақ. Болса егер басымызда ылғи бақ, мәңгі сені жырлап өтер тек тұлың. Кетпес екен көк аспаннан қылдилап, мұқым қазақ паналаған көк туың. Тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған шаралардың барлығына қатысып, жеңіске жеткен оқушыларымызды және де жетекшілерімізді шын жүректен құттықтай отырып, осы жандардың құрметіне Ерболатұлы Әлімбекұлдарыңыздың жеңіс күйін қабыл алыңыздар. Тау тігілді халқымның бүгін бағына, жас өрендер желбіретіп нық ұста,
ғасырларға жалғастырып елдікті дақ түсірме, ата баба рухына, үлгі бізге аталардың ерлігі, ұлағаты өнегесі еңбегі, тәуелсіздік туын ұстап жоғары, бүгін ұрпақ болар елдің ертеңі дей келе, бүгінгі тәуелсіздігіміздің 29 жылдығына арналған тәуелсіздік тәңірден келген тәтті атты мерекелік онлайн концертіміз өз мәресіне жетті. Қазақ елім туды жастық дәуірің, алғандайсың жұлдызыңның жарығын, тәуелсіздік құтты болсын қымбаттым, туған күнің құтты болсын алыбым. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын деп тілейік ағайын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.